Ұйымдастырылған оқу қызметі мүсіндеу. Оқу қызметінің тақырыбы торсық, қымыз құятын ыдыс. Балақайлар, ата-бабамыз жайлауда бие байлап қымыз ашытқан. Қымыз бие үстінен жасалады. Ол 40 түрлі ауруға ем. Биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма деп Ақтанберді жырау бекер айтпаған. Қымыздың құрамындағы с дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Қымызда 28 түрлі дәрумен бар. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде, шаруашылығында тері өңдеу маңызды орын алған. Ендеше торсықтың қыр-сырымен танысып, жасау технологиясын білгің келсе, мына бейне жазбаға назар салыңдар. Торсық түйенің, бұғының, сиырдың терісінен жасалады. Бүгінгі таңда көбіне семіз ірі қараның терісін кеңінен қолданады. Оның себебі сиырдың терісі қай жағынан да торсық жасауға ыңғайлы. Міне сол сиырдың терісін алдымен жидітіп алады. Тері жиду үшін суда жаздың күні 1 апта, ал қыстың күні 10 күннен астам уақыт жатса жеткілікті. Өз бабында жидіген терінің жүні оңай сыпырылып, ол жылтырап шыға келеді. Торсықтар бірдей көлемде шығу үшін алдымен картон қағазынан немесе басқа да қатты материалдан нобайын шығарып үлгісін жасап алады. Одан кейін дайын үлгін алып өңделіп дайын болған терінің бетіне сызып, 2 даны етіп кеседі де екеуін біріктіріп тігіп шығады. Торсығымыз тігіліп болғаннан кейін оның ішіне нығыздап құм толтырып керіп пішінін шығарады. Торсық әбден қалыпқа түсіп кепкеннен кейін ішіндегі құмды төгіп тастап, ішін тазартып жуады да жақсылап түтінге ыстайды. Содан соң сумен тазартып шайып тастап, сырты мен іші қойдың құйрық майымен, не болмаса жылқының майымен жақсылап майланады. Торсықтар шимай торсық, мүйіз торсық, өрме торсық, өркеш торсық, жан торсық деп бөлінеді. Шимай торсықтың пішіні табақ сияқты дөңгелек, екі бүйіріне мүйіз шапқымен әр түрлі ою өрнек салады. Мүйіз торсық қазақтың ежелгі қошқар мүйіз оюы. Екі жағы екі иық түрінде, ал түбі дөңгеленіп жасалады. Екі торсықта ең мықты теріден тігіледі. Өркеш торсық, түйенің екі өркешін бітеу сойып, ашық жағын екі терінің арасына шүпірек салып, біз арқылы тарамыз таспамен тігеді. Түйенің екі өркеші қымыз, шұбат, айран құйғанда томпиып тұрады. Ал жан торсық қарапайым терінің жұмсақ түрінен тігіледі. Ешқандай ою өрнегі болмайды. Қойшылар жаяу не көлікпен жүргенде белдеріне байлап алады. Сусын біткенде бүктеп салып алуға ыңғайлы. Шебердің мұқияттылықпен оймақтай торсыққа айнытпай салған ою өрнегі оның ажарын одан әрі аша түседі. Ал ол өрнектерді әр шебер өзінің композициясына қарай салады. Ол да оңай жұмыс емес. Ата-бабаларымыздың кез келген дүниені жан-жақты ойластырып жасайтынына қарап, таңдан басқа шараң қалмайды. Торсықтың екі жағындағы имек құлақтары жай ғана дизайнерлік шешім ғана емес екен. Бұл құлақшаларда қымыздың немесе басқа ашыған сүт өнімдерінің қалдықтары қалады. Және оны келесі толтырғанда торсықтың әдемі құлақшаларында ашытқы дайын тұрады. Тәуба, тәуелсіздік алып мәртебеміз өскеннен бері көне жәдігерлеріміз қайта жаңғырып келеді. Солардың қатарында осы ыдыстардың жөні бір бөлек. Бабадан балаға мұра болып келе жатқан бұл құндылықтарымыз қашанда ұлттық нақышымыз болып қала бермек. Балақайлар, мынау торсық. Торсық теріден жасалған ыдыс. Ол сусын құюға арналған. Торсықтың суретіне қара, оның қандай материалдан жасалғанын есіңе түсір. Мына суреттегі қазақ оюларына мұқият қара. Олар неге ұқсайды? Балақайлар, енді мен сендерді қазақ оюларының атауларымен таныстырайын. Қошқар мүйіз оюы, ботагөз оюы, тарақ оюы. Мынау құс қанаты оюы, гүл оюы. Балақайлар, торсық жасау үшін жұмыстың орындалу ретімен таныстырайын. Бірінші тұтас ермексазды аламыз, екінші тұтас ермексаздан конус жасаймыз. Үшінші төменгі оң және сол жақ шеттерін созып, жоғары қарай ақырын иеміз. Төртінші оюлармен әшекейлеп екі бау тағатын құлағын жасап жапсырамыз.
Міне балақайлар, қазақ оюларымен әшекейленген осындай торсық жасауға болады. Шығармашылық сәт. Торсықты қазақ оюларымен сәнде. Жұмысты аяқтаған соң жұмыс орныңды жинап, қолыңды жылы сумен жууды ұмытпа. Балақайлар, торсықты жасап болған соң өз жұмысыңа баға бер. Жұмысына көңілі толғандар қалпақты жасыл түспен бояйды. Қиналғандар қызыл түспен бояйды. Сонымен бүгін сендер ермексаздан торсық жасап үйрендіңдер. Қазақ оюларымен торсықты әшекейледіңдер. Өздеріңнің жасаған торсықтарыңды суретке түсіріп, маған жіберуді ұмытпаңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.